Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін жексенбі күні қарашаның 13-і сағат 10:30 таңғы. Бүгінгі менің видео үндеуім осы президентке үміткер болып жүрген, соңғы уақытта бүкіл Қазақстанға танымал болып кеткен Жигули Дайрабаевқа жауабымды жазып берейін деп отырмын. Осы өткен аптада сіз Жигули Дайрабаев мырза маған қатысты видео үндеу жариялапсыз. Мен сосын өз Facebook және Instagram парақшаларыма сізге жауап беріп едім. Сіз мені дебатқа шақырып едіңіз ғой, шық деп айтыңыз. Мен дайынмын шығуға. Бірақ сіз үндемей қалдыңыз. Оған қарағанда сіз менімен ашық дебатқа шығатын түріңіз жоқ секілді. Сол үшін мен қазір сізге осындай видео үндеуімді, видео жауабымды жазып берем. Біріншіден, осы сіз маған неге соншама ренжіп қалдыңыз, мен соны түсінбей отырмын. Менің сынауым сіздің жеке басына емес. Менің сынау посттарым тек қана сізге, мына үміткер ретінде тек қана өзіңізге ғана болған жоқ. Мен түгел үміткерлерді сынап отырмын, оның ішінде өзіңіз де барсыз. Сіздің есіміңізге, яғни Жигули деген есіміңізге мен ешқандай тіл тигізген жоқпын. Егер бар болса, онда жариялап қойыңыз. Иә, рас, есіміңіз ерекше, жиі кездесетін есіміңіз емес. Мұхтар, Ербол, Ерлан секілді. Бірақ менің аузымнан бұлай тіл тигізу есіміңізге ешқандай шыққан жоқ, ешқашан. Иә, басқалар жазғаны бар, рас, бірақ халықтың осындай үміткер ретінде адамға жан жақтан да сынау немесе қалжыңдау құқығы бар деп ойлаймын. Өйткені халықтың алдына шыққан адам бәріне дайын болуы тиіс. Сынауды да көтеруіміз керек. Оның ішінде біріншіден сіздер. Өйткені сіздер елдің алдына шығып, мен президент болам деп отырсыз ғой. Деп отырсыздар ғой. Сондықтан сынауды көтеру ол да сіздердің жұмыстарыңыз деп білем. Ол бір. Екіншіден, сіз нағып маған даусыңызды көтеріп отырсыз. Сіз кімсіз маған дауысты көтеретін? Кімсіз сіз? Менің марқұм әкем о дүниеден кеткеннен кейін, мына дүниеден кеткеннен кейін, Қазақстанда маған дауыс көтеретін адам жоқ, кешірім өтінем. Тіпті әкем тірі болған кезінде маған дауыс көтерген жоқ. Сабырлықпен, парасатпен барлық нәрселерді, өз пікірінді тәрбие беріп отырған. Дауысты ешқашан көтерген жоқ. Сіз маған неғып дауысыңызды көтеріп отырсыз? Сіз кімсіз сол үшін? Мен сізге айтайын, сіз маған емес, сіз өзіңіздің ұлдарыңызға дауысыңызды көтерсеңіз дұрыс болатын еді деп білем. Өйткені дәл қазір сіз осы президенттік науқанына қатысып жүрген кезінде дәл сіздің ұлдарыңыз коррупция немесе мошенничество үшін сотталып жатыр. Оларға тәрбие беру керек деп ойлаймын. Беру керек еді, қазір емес енді. Қазір уже сотталып жатыр. Оларға даусыңызды көтеру керек едіңіз. Бұрын, қазір емес. Сондықтан маған даусыңызды тек қана маған емес айтпақшы. Бірде-бір Қазақстан азаматтарына даусыңызды көтергеніңіз жөн емес. Оған сіздің құқыңыз да жоқ, моральдық та құқыңыз жоқ. Сіз мына халық үшін не істедіңіз, не бітірдіңіз? Президент болам дейсіз. Ал президент болу үшін басқа жөн елдерде, саяси жүйе жөн елдерінде адам, саясаткер өмірдің барлығын соған
салады, өмір бақи халықпен бірге болады. Әсіресе халық қиын қыстау кезінде, табылған кезінде халықтың қасында болып жүреді. Халыққа араша болып түседі. Ал сіз, Жигули Дайрабаев мырза, мысалға деймін, 11 жылы Жаңаөзен мен Шетпек қанды оқиғасы болған кезінде, халыққа темір оқпен атқан кезінде, сіз қайда болдыңыз? Нағып бірде-бір үн шығарған жоқсыз. О кезде сіз бала болған жоқсыз ғой. Бір жылы орында отырдыңыз ғой. Неге сол кезде халыққа араша түспедіңіз? Бұл сұрақ тек қана өзіңізге емес, барша осы кандидаттарға қоюға болады. 16 жылы жер мәселесі шыққан кезінде, халық өз жерінен айырылып қала жаздаған кезінде, сіздер қайда болдыңыздар? Бірде-бір сұхбат, жарайды митингті ұйымдастырмай қойыңыз, мейлі. Бірақ бірде-бір сөз, сұхбат неге айтпадыңыз? Әй, билік жерді шетелдікке беруге болмайды деп неге шыққан жоқсыздар? Қазір бізге ақыл айтып отырсыздар. 18 жылы Астанада 5 періште өртеніп кеткен түнде көп балалы аналар наразылықпен көшеге шыққан кезде қайда болдыңыздар? Сіз қайда болдыңыз, Жигули мырза? Қазір соншама халықшыл болып жүрсіз. Қайда болдыңыз? Міне қаңтар айында, биыл қаңтар айында тағы да халыққа темір оқпен атқан кезде сіз бірдеме айттыңыз ба? Араша түстіңіз ба халыққа? Тығылып отырдыңыздар ғой. Әсіресе өзіңіз, Жигули мырза. Дұрыс па, жоқ па? Ал қазір аяқ астынан шығып, міне президент болам деп жүрсіздер. Бұл қойылым, бұл сайлау, ол қойылым. Бұл ешкімге абырой әпермейді. Оның ішінде Тоқаев мырзаға да абырой әпермейді бұндай сайлау. Ол қойылым, ол ойын, маскарад, хоровод деп айтуға болады. Бұндай хороводты ойлап шығарған ана Ақорда политтехнологтарға сын, ұят болу тиіс. Өздері демократия құрамыз, әділетті құрамыз деп жүрген кезде мынандай сайлауды ойлап шығарған. Және сіздер өзіңізді, Жигули мырза, мына масқаратқа, халықты алдайтын қойылымға қатысып жүрсіз. Ол сізге ешқандай абырой емес. Ешқандай абырой емес. Так, сосын не дедіңіз? Мен пияз ұрладым дедіңіз. Ал, мына сөзіңіз үшін жауап бере аласыз ба? Иә, бұндай өсектер болды. 16 жылы бірінші жер комиссия құрылған кезінде арнайы менің үстіме қылмыстық іс ашылды ғой. Жарты жыл тексерді. Мына комиссия болып жатқан кезде жаз бойы және күзде де тексерді ғой. Түгел тексерді ғой. Сосын сол қылмыстық іс жабылды, өйткені ешқандай қылмыс болған емес. Менде ондай құжатым бар, керек болса жіберейін сізге. Ол өсек қой. Шындық болмаса, онда дәлелдеуіңіз керек қой, мынандай мәлімдемені. Және ана қасыңызда жүрген Төлеутай Рахымбеков та соны менен сәлем айтыңыз. Ол да соны айтып жүр. Ана күшіктер Самат Нұртаза секілді мен оны айтпайық та қояйын. Ол жақсы білет қалай болды. Менің қасымда жүрді өткені жағымпазданып. Қазір жазып жатыр мен туралы, неше түрлі. Так. Әрі қарай кетейік. Байлардың қасында жүрсін деп айттыңыз ғой, иә? Сол байлардың қасында, кешірім өтінем, мен емес, сіз жүрсіз ғой. Атамекенде кім жұмыс істейді? Атамекен ол олигархтардың ұйымы ғой. Бүгінгі Тимур Құлыбаев кетсе де, бүгінге дейін сол ұйымы болып тұр ғой. Институция секілді қалып қойды ғой. Сіз сонда жұмыс істеп жүрсіз ғой, мен емес. Олигархтардың қасында. Үнемі мына фермерлердің одағы сіз ана басқарып отырған, үнемі субсидия сұрап отырсыз. Үнемі субсидия сұрап отырсыз үкіметтен. Үкіметте ақша жоқ. Үкіметтің ақшасы деген ұғым, ол халықтың ақшасы деген сөз. Яғни сіз шахтерлардан, мұнайшылардан,
ұстаздардан, дәрігерлерден былай ақша сұрап жүрсіздер ғой. Ұят емес пе? Қанша болды? Халық сонда сіздерге, фермерлерге деймін, субсидия ретінде ақша береді өз қалтасынан. Сосын салық жеңілдіктер береді, тағы ол ақша деп айтуға болады. Сосын үшінші рет барып дүкендерге, базарларға сол продукцияңызды аспанға ұшқан бағанымен сатып алады. Бір сала бұндай субсидия алып жатқан жоқ Қазақстан елінде. Сосын бұл субсидия негізі байларға бара жатыр ғой, сол ауыл шаруашылыққа арналған субсидиялар. Олар шағын дихандарға бармайды ғой. Тек қана осы сіз өзіңіз секілді ірі фермерлерге ғана тиеді ғой. Оны құпия қылмайық. Сосын қаншама субсидия ұрланады. Былтыр қанша қылмыс істер ашылды. Мемлекеттік субсидияны ұрлап жүрген ірі фермерлерге қарсы. Айтпақшы, сіздің ұлдарыңыз да ішінде бар екен. Мен қарадым қазір. Кастак ақпараты бар, Время деген газет жазды. Субсидия ұрлағаны үшін қазір сотталып жатыр. Земляниканы өсіреміз деп сіздің балаларыңыз субсидия ұрлап кетті дейді прокуратура, айыптап. Қазір сот болып жатыр. Міне, сонда байлардың қасында кім жүр? Тағы бірдеме айттыңыз ғой. Әйтеуір уже есімде де жоқ, ол маңызды да емес. Сондықтан егер ашық пікірталасқа шығатын болсаңыз, сонда шығыңыз. Шығайық, мен қазір Астанаға кетіп бара жатырмын. Және Жигули мырза, мен сізге былай айтайын. Қазақта әдемі қартаю деген өнер бар. Әдемі қартайған шал деп айтады бізде. Сосын екінші ұғым бар шалдарға айтатын. Ол құтырған шал деп айтады. Сол өзіңізге баға беретін халық. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Сізге қандай халықтың бағасы болады? Әдемі қартайған шал ба, қария ма, әлде құтырған шал деп айтама сізге? Және де осы мына үндеумен пайдаланып, мен мына ойды айтайын. Осы сіздің буыныз, сіздің буындарыңыз халыққа үлкен буын деймін да, жалпылама деймін. Әрине ішінде абыз ақсақалдарымыз да бар. Бірақ буын ретінде, өйткені бір буын мысалы соғысты жеңіп алды деп айтады. Мына буын мынаны жасады деп айтады. Ал мына үлкен буындарымыз елімізді тонап кетті деп айтады деп ойлаймын. Өйткені сіздердің тірліктеріңіз халыққа зиянды болды осы өткен 30 жылда. Қандай елді тастап кетіп бара жатсыздар? Сыртқы қарызы 170 миллиард доллар. Сот жүйесі адал дейсіздер ма? Өтірік бәрі. Сатқын. Халық өз жерінен айырылып қалды деп айтуға негіз бар. Жерлері мына әрі латифундистердің қолында. Мектепті алайық, қазір оқулықтар қандай? Қазір жарайды, реформа Асхат Аймағамбетов бастады, Құдайға шүкір. Бірақ бәрі мына 30 жылда қаншама реформаны көрдік. 30 жылда 20 министр ауыстырды ғой бізде. Айтуға көп. Ана медицина саласы қандай ахуалда? Ол сіздердің жауапкершілігіңіз мына буын ретінде. Осындай елді тастап кетіп бара жатсыздар. Ол енді біздің жауапкершілігіміз. Бізге кедергі жасамаңыздар, мен сіздерге айтайын. Тек қана өзіңізге емес, сіз секілді шалдарға айтып отырмын. Осылай, Жигули мырза. Мен қарадым сіздің өмір баяныңызды. Комсомолец болдыңыз. Жай комсомолец емес, енді бәріміз болдық қой жас кезімізде. Бірақ сіз комитет комсомола да жұмыс істеген екенсіз. Парткомда жұмыс істегенсіз. Сосын қарасам, соңғы 2 жылда 3 партияны ауыстырып кеттіңіз ғой. Алдымен Адал болдыңыз, Адал партиясында, Тимур Құлыбаевтың партиясында. Сосын сол Адал Нұр Отанға қосылып, Нұр Отандық болып кеттіңіз.
Қазір міне ауыл партиясынан президентке үміткер болып шықтыңыз. 2 жылда 3 партия ауыстырып кеттіңіз ғой. Не ол? Ол қандай? Ол саяси ұстанымы ма? Принципшіл позиция ма бұл? Ұят болу керек. Сондықтан маған ақыл айтатын адам емессіз, Жигули мырза. Вот. Егер керек болса, мен дебатқа шығуға бармын сізбен. Сау саламат болыңыз.